достар, бүгінгі видеомызда тәттіні дене пішімге артық салмақ келтірмей қалай жейміз. Тәттіні дұрыс шығаруға артық салмақтан арылуға болады. Осы жайында айтатын боламын. Достар, видеомыз ұнаса лайк қойып, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең біріншіден банан орнына алма жейміз. Тәттіні шаймен емес, бөлек жеген дұрыс. Тәттіге қант қоса отырып, тағы тәтті жеу артық салмаққа алып келеді. Үшіншіден сүтті шоколад орнына ащы шоколад жеген дұрыс. Төртіншіден балмұздақ емес, жеміс-жидек жеп тұрыңыз. Ал бізде бесінші тәттіге арналған уақыт сағат күндізгі 11-ге дейін. Бұл уақытта тәтті тағамдар денсаулыққа аса зиян келтірмейді. Ал достар, видеом ұнаса каналға тіркеліп, подписация кнопкасын баса кетіңіздер. Келесі видеомыздың дамуына үлес қосыңыздар. Баршаңызға рахмет.